Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін қыздарға арналған керемет видео. Жігіт сізді шынайы ұната ма, әлде жай ғана уақыт өткізіп жүр ма? Сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы, сіз кез келген ұнататын жігітпен сөйлесіп жүрсеңіз, ол жігіт мені ұната ма, әлде жай ғана менімен уақыт өткізіп жүр ма, оның маған деген қарым-қатынасы, шынайы қарым-қатынасы қандай деген сұрақ туындайды әрине. Бұл қалыпты жағдай. Сол сұрақтарға жауап беру үшін мен осы видеоны жазып отырмын. Егер де қазір мен айтатын белгілері болса, ол жігіт сізді ұнатады деген сөз. Егер де болмаса, яғни ол жігіт жай ғана уақытын өткізіп жүр деген сөз. Қыздар, сіздерге бірден айтайын, жігіттің сөздеріне қатты мән бере бермеңіздер. Бла-бла-бла, жұлдыз алып берем, ай алып беремін, болашақта осындай отбасы боламыз деп сізге неше түрін айтуы мүмкін. Ол бла-бла сөздер. Құлағымызды жабамыз, іс-әрекеттеріне мән береміз. Құлағымыз жауып, іс-әрекеттеріне мән беріп отырамыз. Ал енді кеттік белгілеріне тоқталайық. Бірінші белгісі, ол жігіт сізді барынша қуантуға тырысады. Сізге гүл алып беруге тырысады, киноға, кафеге, бір жақсы жерлерге апаруға тырысады. Тіпті ақшасы болмаған жағдайда кішкентай шоколад болсын, чупа-чупс болсын, андай неше түрлі кішкентай сүрприздер болсын, тіпті әдемі жерлерге, паркке, пикник ұйымдастырып, сізді барынша қуантуға тырысады. Ал ұнатпайтын жігіт, ол сізге бір тиынында шығармайды, қуантуға да қатты тырыспайды. Жай ғана сізбен сөйлеседі, болды, ары қарай сізді қуантуға қатты тырыспайды. Мысалға алатын болсақ, продюсерлер өзінің проекттеріне өзінің энергиясын, күшін, ақшасын, уақытын барлығын салады. Неге? Өйткені ол проектімен ол жоспар құрып отыр. Болашақта ол адаммен мен жоспар құрып отырмын деген сияқты. А егер де ол еш нәрсе көрмесе, ол проектінен ол еш нәрсе салмайды. Сол сияқты, егер де сізді ұзақ мерзімді жоспарда көретін болса, барлық күшін салуға тырысады. А егер де салмаса, онда жігіт бізге керек емес. Себебі ол бізді қатты ұнатпайды деген сөз. Екіншіден, бұл жігіт қайда кетіп қалды деген сұрақ сізде мүлдем пайда болмайды. Ол өміріңізде көп болады. Сізді жиі кездесуге шақырады. Сол кездесуге тіпті барған өзінде оған бір сағат жеткіліксіз. Оны созуға тырысады. Тіпті күні бойы сізбен уақыт өткізгісі келеді. Мысалы, тауға шақырып, жаңағы пикникке шақырып, уақытты барынша сізбен бірге уақытты созғысы келеді. Сонымен қоса, сіз үшін маңызды уақыттар суббота, воскресеньеға ол план құруға тырысады. Алдын ала план құруға тырысады. Сіздің басқа жігіттермен свиданияға кет қалмас үшін. Сонымен қоса, давай ертең кездесейік, немесе бірсі күні кездесейік деп сіз дедіңіз, сосын ол жоқ болып кетсе, онда ойланатын жағдай. Яғни, сізді қосымша вариант ретінде қарастырып, басқа қызды шақырып, сол қызбен кет қалды. Яғни, ол қызды ол қаттырақ ұнатады деген сөз. Әрине, кейбір ситуациялар болады. Шынымен жұмысы болады, уақыты қолы тимей қалады, кешірмен бос емеспін деп айтуы мүмкін. Бірақ та, ол осындай ситуациялар жиі қайталанса, онда ойланатын жағдай. Тіпті сіздер күнде кездесе алмай, қолдарыңыз босамай жатса, күнді сізге хабарласып тұрады. SMS болсын, 5 минут телефон болсын. Күнді сіздің өміріңізде болады. Ал егер де сізді қатты ұнатпаса, ол біресе пайда болып, біресе жоқ болып кетеді екен. Екіншіден, сізді ұнататын жігіт міндетті түрде сізге көмектесуге тырысады, қолынан келгенін аямайды. Мысалға алатын болсақ, оны тексеріп көрсеңіз болады.
мен ертең пойызбен мына қалаға шыққалы жатырмын, жүктерімен көмектесе аласың ба деген сияқты, иә. Егер де сізді шынымен ұнататын жігіт болса, ол қуана көмектеседі. Тіпті қолы босамай жатса, сол нәрсеге компенсация жасауға тырысады, иә. Мен досыма айтайын, досым көмектессін, ағам айтайын, ағам көмектессін деген сияқты. Және тағы басқалай. Егер де сізді қатты ұнатпаса, ол сылтау іздей бастайды екен. Әрине, кейбір жағдайда мындай жігіттер болады, барлық қыздарға көмектеседі, оның тәрбиесі сондай, адамдарға жоқ деп айта алмайды. Енді ол басқа ситуация, себебі оны білмейміз, ұната ма, ұнатпай ма, себебі бәріне көмектеседі. Ал егер де сіздің ұнатқан жігітіңіз барлығына көмектесе бермейді, бірақ дәл сізге ғана көмектессе, сізге ғана сонда жақсылық нәрселер жасаса, онда ол сізді ұнатады. Ұнатпайтын жігіт сылтау іздей бастайды. Соңғы және ең маңызды белгісі ол сізді сыйлап тұрады. Барынша сыйлап тұрады. Сізді ренжітпеуге тырысады, сіздің алдыңызда боқтық сөз айтпауға тырысады, көңіліңізге қарап тұрады. Сізді жоғалтып алмас үшін. Егер де сізді ұнатпайтын жігіт сіздің алдыңызда дөрекі сөйлеуі мүмкін, боқтап жіберуі мүмкін, сізге ұнамайтын сөздер айтуы мүмкін. Ол қорықпайды, сіз кет қалсаңыз, кет қалыңыз, оған бәрібір, оған ауыр тимейді. Сол үшін ең бастысы оның сыйлап тұрғанына мән беріңіз. Әрине, әр адамның тәрбиесі әртүрлі, бірақ дегенмен хотя бы тіпті бастапқы этапта сізді барынша сыйлап тұру керек. Яғни ол сізді ұнатады. Бірақ жаңағы айтқаным қызық болды, бастапқы этапта сыйлап тұру керек. Жалпы, егер де сізді жігіт сыйламаса, ондай адаммен тіпті мүлдем қарым-қатынас құрудың қажеті жоқ. Ол сізді төмендетеді, ондай қарым-қатынасқа бірден жоқ деу керек. Оны не себепті екені белгілі. Керек емес ондай нәрсе. Ал қыздар енді бір қайталап жіберейік, қандай белгілері екенін. Ең бірінші, жігіт сізді шынымен ұнататын болса, ол біріншіден сізді қуантуға тырысады, қолынан келгеннің барлығын жасайды, энергиясын салады, күшін салады деген сияқты. Екіншіден, ол сізбен барынша көп уақыт өткізуге тырысады. Ең болмағанда хабарласып, звондап тұрады, бірақ кездесуді көп қалайды. Үшіншіден, ол сізді сыйлап тұрады және сіздің көңіліңізге қарайды. Төртіншіден, сізге көмекке дайын тұрады екен. Қыздар, сіздерге айтқым келеді. Сіздер бағалысыз, сіз гауһартассыз. Сіздің уақытыңыз бағалы және сізді жігіт қолында бұлай ұстап жүруге лайықтысыз. Керек емес, сізге ыңғайсыз, оны ойлап жүретін, ол қайда жүр деп қиналып жүретін сізге қарым-қатынас керек емес. Сіз жақсы қарым-қатынасқа лайықсыз. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.